Сәлем достар, алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру бүгінгі тақырыбымыз. Каналға тіркеліп, бізді қолдап кетіңіздер. Тепе-тең түрлендіру деген сөз, яғни бүгінгі сабағымызда біз алгебралық бөлшектерді бір-біріне қосамыз, азайтамыз, көбейтеміз, бөлеміз. Яғни өтілген сабақтарда біз қосу, азайтуды және көбейту, бөлуді өттік. Енді соның барлығы бір есепте көрінсе, қалай орындаймыз, соларға бірнеше тапсырмалар қарастырамыз. Алғашқы есебіміз мынандай өрнектер. Азайту да бар, қосу да, бөлу де бар. Ең бірінші номерлеп шығайық. Қай амалды орындаймыз? Бірінші жақшаның ішінде орындайық. Бұл бірінші амал болсын. Екінші амал ол екінші жақша. Үшіншісі бөлу амалы. Так, демек, біріншісі екеуін бір-бірінен азайту үшін біз ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Ортақ бөлімі y квадрат пен x-тің көбейтіндісі болады. Яғни бірінші бөлшекті біз көбейтеміз x-қа, екінші бөлшекті y квадратқа көбейтеміз. Сонда x квадрат азайту y квадрат бөлімінде x көбейту y квадрат болады. Бұл бірінші амал. Енді екінші амалымыз, екінші амалда да дәл осы ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Яғни олар x пен y-тің көбейтіндісі болады. Ортақ бөлімі. Бірінші бөлшекті x-қа көбейтеміз, яғни x-ті 1-ге көбейтсек, x-тің өзі ғана болады ғой. Қосу, екінші бөлшегімізді y-қа көбейтеміз. x плюс y бөлімінде x, y болады. Соңғы амалымыз, бірінші амалды бөлеміз екінші амалға. Бірінші амалымыз бізде x квадрат минус y квадрат бөлімінде x көбейту y квадрат. Бөлеміз x плюс y бөлімінде xy. Тең. Білесіздер, бөлу амалы болса, демек біз бірінші бөлшекті көшіріп жазып аламыз. Және екінші бөлшегімізді аударып жазуымыз керек. Көбейту xy бөлімінде x плюс y деп наоборот жазып аламыз. Так, көбейткіштерге жүктеуге болады екен. Мына x квадрат, y квадратты қысқаша көбейту формуласын қолданып жіберейік осы жерде. x минус y, екінші жақшада x плюс y. Қалғандарын өзін көшіріп жазамыз. y квадрат көбейту x-тің y-ке көбейтіндісі және бөлімінде қосындылар. Так, x плюс y пен қысқарады. Қысқартқан кезде алымын бөлімімен қысқартуымыз керек. Алымын алыммен қысқартуға болмайды, Мына x пен x-іміз қысқарады. y квадрат квадратымен y қысқарады. Сонымен қалған өрнектер алымында x минус y, ал бөлімінде мына жерде y квадраты қысқарып, y-тің өзі ғана қалып тұр. Міне осы жауабы, құрметті достар. Келесі тапсырмамыз мынандай. Бұл да 3 амалдан тұрады екен. Бірінші жақшада мына азайту амалы. Бірінші амалымыз азайту болады. Екіншісі де екінші жақшаны ішін орындаймыз, яғни азайтамыз. Үшіншісі бөлу амалы. Бірінші амалда m плюс 1 азайту 1 бөлу 1 минус m. Мынау 1 минус m бұл бізде ортақ бөлім болады. Сондықтан 1 минус m-ді біз m плюс 1-ге көбейтіп алуымыз керек. Жазамыз 1 минус m. Екінші жақшада m плюс 1. Осы жерде, құрметті достар, мынау m плюс 1-ді біз керісінше жазайық. Мынау қосындыны орнына ауысқанмен ол мәні өзгермейді ғой. 1 қосу m деп жазып алсақ. Сонда 1 минус m, 1 плюс m бұл a квадрат минус b квадрат формуласына келіп тұр. Соңында азайту 1 бар. Ал бөлімі 1 минус m. Тең. Мынау 1-дің квадраты 1, азайту m квадрат. Екі жақшаның көбейтіндісі осыны береді. Азайту 1. 1 минус m.
мына 1 мен минус 1 екеуі қысқарады. Иә? Сонда минус, минусты бөлшектің алдына шығарсақ, m квадрат бөлімінде 1 минус m. Бұл жерде оқушылар тағы да бұны жалғастыруға болады, тағы да ықшамдап жазып қоюға болады. Мына алдында тұрған минусты мына бөліміне көбейтіп жіберетін болсақ, мына минусты, сонда минус 1 плюс m болады, иә? m квадрат минус 1 плюс m болады. Мына минусты әр қайсысына көбейтеміз ғой. 1-ге, сосын m-ға дегендей. И бөлімін аударып, аккуратно жазатын болсақ, орындарын ауыстырып, сонда m минус 1-ге тең болады. Алымында m квадрат. Сонымен бірінші жақшамыз m квадрат бөлімінде m минус 1-ге тең болды. Екіншісі m азайту m квадрат бөлімінде m минус 1. Бұл жерде ортақ бөліміміз m минус 1 болады. Көбейтіп алайық. m квадрат, минус 1-ді m-ға көбейтсек, минус m квадрат бөлімінде m минус 1. m квадрат пен минус m квадрат екеуі 0-ді береді. Сонда минус m бөлімінде m минус 1. Мына минусты бірінші амал сияқты бөліміне көбейтіп жіберуге болады. 1 минус m болады. Но пока тұра тұрсын, өйткені бірінші амалымызда m минус 1 шықты, олар қысқарып кетуі мүмкін. Әзірге тұра тұрсын осылай. Демек, біз бірінші амалдың нәтижесі не болды бізде? m квадрат m минус 1, соны бөлеміз. Екінші жақша, бұл бізде минус m бөлімінде m минус 1. Жақшаға аламыз минус болғандықтан. Тең. Бірінші бөлшекті көшіріп жазайық. Көбейтуге айналдырамыз. Минус m минус 1 бөлімінде m. Жақшаға аламыз. Демек, қысқаратын бұл m минус 1 мен m минус 1 қысқарады. m квадраттың квадраты және m қысқарады. Қалған өрнек минус m. Так, демек, мынау бізде жауабы екен. Құрметті достар, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Мына тапсырмаларды өздеріңіз орындап көріңіздер. Амандықта жүздескенше.